Бұны уже объемға дорабатывать етеміз. Қалай? Филировочный қайшымызды аламыз да 3-4 зубчигімен ғана жұмыс істейміз. Бірақ жаппаймыз. Сәл ғана 3 зубчигіне ғана жауып отырамыз. Мына жерге дейін аштым. Үшеуіне дейін ғана жаптым. Аштым. Үшеуіне дейін жаптым. Түбінен объем береміз. Бір сәл жоғары кетем. Ұшына келгенде жоғары шығып кетем. Келесі. Аналогично солай. Түбінен бір жаптым. Сәл жоғары кеттім, ұшына келгенде бір-екі рет деп шығып кеттім. Сонда бір 4 рет қана жабам. 1, 2, 3, 4 ұшына келгенде шығып кетем. Түбіне салдым, орта беліне салдым, ұшына шықтым, шығып кетем болды. Енді нар жағына. То же самое. Түбіне, орта беліне, ұшына салдым, шықтым. Түбіне, орта беліне, ұшына шықтым, салып шығып кетем. То же самое. Қайшыны полностью жаппайсыздар полотноны. Енді ұшын жеңілдетсем де болады. Екі зонаны бір-біріне қосып. Филировочный қайшымен және мына жерге жете алмағандарында олай штопать етіп, методом штопать астыға қарай осылай объем жасасам болады. Лайнан пончик жасасақ та болады, ұшына жетіспей тұрса жеңілдік. Бір жерлер маған ауыр болып көрініп тұрса, өздеріңіздің көз қарастарыңызға қарай сол жерде өстіп жеңілдетіп берсеңіздер болады, пончик жасап. Пикси деген нәрсеміз текстураны жақсы көреді, филировканы жақсы көреді. Объем қысылған сияқты салып жатырмын. Енді макушкамызбен височный зонама кетемін. Макушкаларымды түсіріп алдым. Тарап аламын артқа қарай, бағыттап. Ортасынан бастаймын. Параллельно голове астыдан контроль алам. Астыдан контроль алдымда, міне оған соған келген кезде контрольға 1 сантиметрдей аз кетем, 1,5 сантиметрдей. Қидым. Шаштың структурасына қарайсыздар, если пористый шаш болса, пористый шаштар кепкен кезде 2-3 сантиметрға дейін көтеріліп кетеді. Соны елеп ескересіздер. Көтеріліп кететін шаш болса, 2 сантиметрге дейін асып кетіп алсаңыздар болады. Каждый прядь өз орында параллельно голове алдым, міне контрольдан келген кезде 2 сантиметр, және қиған контролімда бар, соған ориентировка жасасам да болады. Последний прядьті артқа тартамын. Астыңғы прядьтан 1,5 сантиметр